Ассалаумағалейкум қазақ елі, армысыздар, оразаларыңыз қабыл болсын. Менің каналыма қош келдіңіздер. Видеомды бастамай жатып сіздерден каналға жазылып, лайк басып тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Ал олай болса біз видеомызды бастайық. Бүгінгі видеода біз сіздерге бір телефонға қалай екі аккаунт тіркеуге болатынын көрсетеміз. Алдымен менің аккаунтыма кірейік. Міне менің ойыншыларым осындай. Қатты қымбат ойыншылар емес, орташа енді. Ал мен сіздерге енді осы телефонға қалай екінші аккаунтты кіргізуге болатынын көрсетемін. Достар, бұл менің екінші телефоным. Бұл жерде міне құрамға көз жүгіртіп өтсек, қарапайым құрам енді ғана басталған. Ал менің енді негізгі аккаунтыма кіру үшін алдымен настройкаға кіреміз. Ол жерде продвинутый деген батырманы басамыз. Осы жерде міне кішкентай екі телефонның суретін көріп тұрған шығарсыздар. Осыны басамыз и создать код деген басамыз. Осы жерден код міне пайда болды. Осыдан скопировать буфер дегенді басамыз. Ал достар, енді бұл менің бірінші аккаунтым. Біз жаңағы аккаунтқа кіру үшін тағы да сол продвинутый деген батырманы басып, міне бір кнопканы басамыз. Осы жерге жаңағы кодты қоямыз. Кодты қойғаннан кейін мына батырманы басамыз және да дейміз. Достар, көріп тұрғандарыңыздай жаңағы менің екінші телефонымдағы аккаунтқа кіріп кетті. Міне енді сіздерде сұрақ туындауы мүмкін, бірінші аккаунтыма қайтып ораламын деген сұрақ. Оны тағы қазір түсіндіріп кететін боламын. Ал достар, енді жаңағы Ливерпульдің құрамын жинайтын аккаунтымды қайтару үшін әрине екінші телефоныма кіреміз. Ол жерде тағы да настройка деген жерге кіріп, продвинутый деген батырманы басып, мына екі телефонның суреті тұрған жерге сол батырманы басамыз да, мына жаңағы X-ті басып тастаймыз. Яғни мынау менің бірінші телефоным. Содағы X-ті басып тастаймыз. Болды. Достар, мен өзімнің негізгі аккаунтымды қайтарып алу үшін өзімнің бірінші телефоныма кірдім. Ол жерде мен Дремлигадан шығып кеттім. Енді қайтадан кіретін боламыз. Қайтадан кірдік. Қазір загрузка болып жатыр. Сіздерде осындай жазулар шығады. Осыдан продолжить дегенді басамыз. Создать новый профиль дегенді басамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай мен өзімнің негізгі аккаунтымды қайтарып алдым. Осылай достар, осы амалды, осы тәсілді қолдана отырып, сіздер бір телефоннан екі аккаунтқа кіруге болады. Осылай достар, енді каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызға таратып жіберіңіздер. Жемісті күндерде жолығайық. Аман сау болыңыздар.